Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзбек халқының ұлттық палау тағамымен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін, және де менің YouTube каналымда фастфуд, оның ішіне донер, яғни лаваш, бургер, чикен барлығын жасаған болатынмын. Басқа да пирожнилардың, басқа да тағамдардың рецепттері бар. Бізге қажетті заттар ет, күріш, сәбіз, пияз, горох, мейіз, сұйық май, басқа да дәмдеуіштер қажет болады. Ең алдымен пиязымыздың сыртын ашып, жақсылап жуып, екі бөлікке бөліп, осылай видеода көрсетілгендей турайтын боласыздар. Достар, мен ингредиенттің мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне қалдырып өтемін. Одан кейін келесі кезекте біз сәбізімізді де соломка формада турап шығамыз. Бізге қажетті сәбіздер 5 штук, яғни орташа көлемдегі сәбіздерден 5 штугы қажет болады. Сәбізімізді турап болам дегенше қазанымызды оттыққа қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Ішінде су болмау қажет. Қазанымыз қызғаннан кейін ішіне сұйық май құйып, сұйық майды 5 минут көлемде қыздырып, оның үстіне пиязымызды тағы да қуырып аламыз. Яғни 5 минут көлемінде пиязымызды қызарғанша қуырасыздар. Пияз қуыруымыздың себебі біздің палауымыздың цветі сары болып шығуы үшін, яғни бірінші кезекте пияз болу керек. Одан кейін біз пияздан кейін етімізді де қуырып аламыз. Достар, мен бұл палауды үлкен отбасыға дайындаған болатынмын. Өздеріңізді отбасыларыңыздағы адам санына қарай көз мөлшерімен дайындасаңыздар да болады. Етті салып болғаннан кейін крышкасын жауып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Одан кейін сәбізімізді салып, оны да 1 сағат көлемінде бұқтырамыз. Сәбізіміз 1 сағат бұқтырылғаннан кейін қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін ноқатымызды саламыз. Ноқатымыз бізде ровно 3 сағат қайнатылуы қажет. Біздегі ноқаттар негізі қатты болып шығады. Жұмсақ болу үшін 3 сағат қайнауы қажет. Ноқаттың үстіне мейізімізді салып, барлығын араластырып аламыз. Достар, бұл палаудың ерекшелігі ноқат пен мейіз қосылғанында. Егер де қаламасаңыздар, қоспай-ақ қоюларыңызға да болады. Үстіне су құямыз. Суымыз қатты көп болып кетпеуі керек. Себебі сіздердің палауларыңыз шәуле болып кетуі мүмкін. Үстіне дәміне қарай дәмдеуіштер қосасыздар. Палау приправасы міндетті түрде қажет. Және де дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Суымыз қайнағанша қазанның бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін оттықты азайтып, 40 минутқа тағы да бұқтырып қоямыз. Одан кейін күрішімізді 2-3 мәрте жақсылап жуып аламыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне жуылған күрішімізді саламыз. Күрішіміз салынғаннан кейін қасықтың көмегімен күрішті тегістейтін боламыз, яғни 1 келкі етіп. Достар, біздің суымыз көп болып кетпеу керек. Күріштің бетінен 2-3 см ғана көп болса жетеді. Көп болып кетсе егерде палауымыз шәуле болып қалады. Одан кейін 2 чесногымыздың түбін осы пышақпен кесіп алып, палауымыздың 2 жеріне орналастыратын боламыз. Бұл чеснок өте керемет дәм береді. Негізі палау тағамына әрдайым қосып жүрсеңіздер, палауларыңыздың дәмі әдеттегіден де өте керемет болып шығады. Одан кейін біз палауымыздың сорпасы күрішке тартылғанша бетін ашып, қатты оттықта қойып қоямыз. Одан кейін біздің суымыз тартылғаннан кейін бетін жауып, тағы да 40 минут көлемінде оттықты азайтып қоямыз. Күрішіміз үстіңгі беті піспей қалмас үшін осылай видеода көрсетілгенде аударып қоясыздар. Біздің палауымыз дайын. Мен оформлениесіне 3 жұмыртқаны қайнатып, және де пиязды осылай бөлікте турап қойып қойдым. Бізге ас болсын, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып қойыңыздар.